Ұлттық арна тікелей эфирінде таңертеңгілік бағдарлама Таңшолпан. Баршаңызға біз қайырлы таң дейміз. Құрметті көрермендер, уәде еткенімізде бізде бүгін қонақта актер Нұркен Өтеулов, сондай-ақ актер Сырым Қашқабаев және Нұркен ағамыздың ұлы Құбылайханның балалық шағын дыбыстайтын Бейбарыс Өтеул. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Актер деп қойса, қайырлы таң қазақ елі. Баршаңызға қайырлы таң дейміз. Жалпы енді таңғы уақыт қой, таңғы көңіл-күй қалай? Керемет. Таңшолпанға келеміз деп дайындалып, Сырым екеуміз. Түні бойы. Ұйықтаған жоқпыз. Не айтамыз деп. Жалпы Сырымаға енді сізге сауал, енді дәл осы уақытта сіз үйде не істеп жатасыз? Осы уақытта ма? Дәл осы 9-ға. Осы уақытта қай актерден сұрасаңыз да осы уақытта бәрі ұйықтап жатады. Неге осы? Неге солай? Мен ұйықтамаймын, Сырым ұйықтайды шығар. Жоқ, бізде өйткені жалпы жұмыс барысы бізде егер қарапайым адамдарда олардың жұмыс уақыты таңғы 8-ден кешкі 6-7-ге дейін болса, бізде жұмыс таңғы 10-нан кешкі 9-10-ға дейін. Сондықтан осы орайда бізде жұмыстан кеш кетіп, үйге кеш келіп, кеш жатамыз. Түнгі сағат 12-1-ге дейін кей кезде жаңағы театрда болып жатады, содан кейін шығар, кеш жатып. Бүгін Нұркен аға, Бейбарыс екеулеріңіз ұйықтан неше тұрдыңыздар? Бейбарыс өзі тұрды ма, жоқ сіз өттіңіз? Өзі тұрады, сағат 7-ден кетті, 7:30-да тұрды. Мен оятады. Тамаша. Енді біздің негізгі тақырыбымыз, яғни бүгіннен бастап, 25 тамыз, бүгіннен бастап, сағат 19:30-да Қазақстан ұлттық телеарнасы Құбылайхан атты жаңа туындыны көрермен назарына ұсынады. Енді алдымен біз осы фильмдегі фрагменттерді қазір экран арқылы тамашалап алайық, ал одан кейін сұхбатымызды ары қарай жалғастыра отырамыз. Уа Тәңірім, маған ұрпақ бергеніңе мыңда бір тәубе. Тәңірім, арыстанның айбатын, жолбарыстың қайратын, тозбайтын ақыл, кең пейіл бере көр. Сен Шыңғысханның тұқымы, менің ұрпағымсың. Нұркен аға, Сырым аға, енді сіздер енді театр саласында, кино саласында жүргендеріңізде біраз уақыт болды ғой. Жалпы осы фильм жайында, осы сериал жайында қандай ой пікір, қандай әсер алдыңыздар өздеріңіз? Бұл тарихи фильм өте жақсы түсірілген. Енді жарнамадан да айтып жатыр ғой, қанша қаражат бөлінген, қанша актер ойнағандары, өте үлкен жұмыс болған, қандай Европада, Америкада өтіп жатқаны, ол жерде үлкен жаңағы жақсы өзіне не жинаған кино жаңағы. Пікір жинаған, жақсы пікір алған. Сондықтан бұл біздің де осы сериалды аудара бастаған кездегі, шынымен әр сол кездегі біздің қазіргі өзіміздің тарихтан біліп жүрген Мөңке, Арықбұға деген Шыңғысхан, олардың немерелі Құбылайхан кім екенін толықтай ақпарат бере алады бұл кино. Жалпы енді бұл фильмнің, жалпы бұл драманың режиссері Цуй Сю Мина деген бір танымал режиссер екен. Енді бұл фильмге өзіңіз айтып өткендей 5000-ға жуық актер, сонымен қатар 5000-ға жуық ат, яғни жылқы қатыстырылыпты. Тағы қандай ерекшеліктер бар бұл фильмнің, Сырым аға? Бір ерекшелігі енді бұл біріншіден сценарий жақсы жазылған. Мен өзім Шыңғысхан туралы қанша оқығанымен, дәл осы кинодағы көп кейіпкерлердің өмірде болғанын білмеген екем. Көбісін осы кинодан біліп отырмын. Және өзім телехикаяға жоқ адаммын. Осы Құбылайханның дубляжына қатысқалы бері таңертең бүгін не болады екен деп бірінші сұрағы жұмысым содан басталды. Бүгін не болады екен? Оқуға келесі сериясын оқуға асығамыз. Иә. Бұл телехикая көрерменді өзіне тартып алады, баурап алатын телехикая. Жалпы енді осы телехикаяда Құбылайханның балалық шағын, міне қазір экраннан көріп отырмыз, Бейбарыс өзің дыбыстадың, жалпы қаншалықты қиын болды? Жоқ, үйреніп қалған үрдіс па? Иә, үйреніп қалдым, соншалықты қиын болған жоқ. Енді дәл қазіргі сәттен бір үзінді оқып бере аласың ба? Мәселен, дәл менің анам айтып қоймаңдаршы деген сәті ма, сол сәтінен бе? Яғни өтінем деген жерден бір үзінді оқып бере аласың ба қазір? Жақсы. Кешіріңіздер. Өтінем, анама айта көрмеңізші. Мен ендігәрі олай істемеймін.
жаңағы баланың есі. Енді бұл жалпы үйренді ғой. Алдында осы Қазақстан ұлттық арнасынан болған Маугли мультфильмді дыбыстады. Одан кейінгі өзімізге белгілі аты шулы болған сериал қуандық түскен Қасымда балалардың дауысын дыбыстады. Одан кейін Немо деген мультфильм бар. Өзің айтып берсе қандай мультфильм. Жалпы дегенмен де бейбарыс қысылып отқан сияқты. Қысылмайды. Жоқ. Өте тамаша. Енді сіздердің негізгі дыбыстаған рөлдеріңіз жайында айтып өтсеңіздер, Нұркен аға. Енді бұл жерде ер адамның рөлі көп қой. 4 актермыз, әрқайсымыз, ал жеке-жеке өзіміз Сырым Шыңғысханды, мен Құбылай ханымды, Нартай деген бауырымыз Төлейді, одан кейінгі Арықбұға әртүрлі ала береміз кезек-кезек келген сайын. Негізгі Нұркеннің жазатын кейіпкері Құбылай хан. Құбылай ханның өзі. Нұркен әрқайсымызға Нұркен айтып отыр ғой, 3-4 кейіпкерден еншімізге тиіп отыр. Нұркендікі Құбылай хан, Қоршы, Үгедейдің әйелінің көмекшісі. Содан кейін көп ауыз. Біраз кейіпкер. Енді бұл жерде енді атап айтуға болады, бұл аудармашының да бізге беріп жатқан тілі өте бізге ұнады. Сөздері, тарихи сөздер жаңағы қосқан ішіне. Кей кезде әлеуметтік желілерден қарап отырсаңыздар, осы көп тілге тиісіп жатады, аудармаларға тиісіп жатады. Біз өзімізде соған мән береміз негізі қатты. Аудармасы жақсы. Содан кейін дубляж бөлімдегі істеп жатқан жаңағы режиссерлар болсын, көмекшілер болсын, осы кісілердің еңбегі де зор деп айтуға болады қазіргі таңда. Жалпы енді фильмге түскен бұл бір бөлек, ал фильмді дыбыстаған мүлдем бөлек. Оны енді жай ғана көзбен көріп отырып сол дауысты жеткізу әлдеқайда қиын шығар. Енді Қытайдың мынау эмоцияға кішкене әсерлеп, Корея актерлары Қытай сериалдарын қарап отырсаңыздар, кішкене күлсе де ха-ха-ха деп Ол рас, иә. Сондай нелермен кішкене эмоцияға өте күшті болады негізі актерлар. Әсірелеп жібереді ойындарын. Бірақ енді киноға түсу мен дубляждың айырмашылығы үлкен. Біріншіден дубляждың егер шетелдің мысалы болмысын біздің қазақи менталитетке жақындату бұл дубляж актерларының еншісінде. Сондықтан қиындығы бар. Біріншіден экранға қарап отыру керек, аузына сөзді салу керек, сенің алдында текст жатады. Ол текст сен бүгін ғана көрдің, оны үйде дайындалмайсың. Сондықтан осы бір кішкентай ғана берілген бір 10-15 минуттың ішінде сен өзің кейіпкерінің болмысына енуің керек. Ал кинода сен бір күн бұрын текстіңді алып, оған асықпай, дайындалып, сөйлем алаңына келесің. Бұл жерде кішкене тезірек ойлау керек. Дубляжда тезірек ойлап, беретін ақпаратты тез ұсына білу керек. Тамаша, құрметті көрермендер, тағы да бір естеріңізге салып өтейік. Бүгіннен бастап, яғни 25 тамыздан бастап, Қазақстан ұлттық телеарнасы 19:30-да өздеріңізге Құбылай хан атты жаңа сериалын тартып өтеді, ендеше өткізіп алмаңыздар дейміз. Жалпы енді өздеріңіздің шығармашылықтарыңызда қандай жаңалықтар болып жатыр? Кино саласында, театр саласында, енді Нұркен аға, сізді сонау бәйтерек тобынан жақсы білеміз. Сен сұлу ханшайымсың деп басылатын әннен жақсы білеміз. Енді біз жүрген жерімізді айтып жүреміз. Біз жалпы таза эстрадалық әнші емес, актер әншілерміз. Бар жұмысымыз осы театрда. Енді жаңа маусымымыз енді ашылайын деп жатыр. Алла қаласа жұмыста басталып кетті. Енді Сырым екеуміздің де осы театрда жүріп ойнайтын, екеуміз де Абайымыз, екеуміз де Гамлетпіз, екеуміз де Дон Жуанбыз. Бүгін кинода да дубляж жасап жатырмыз. Шығармашылық осы күзде басталады енді, жақсы жаңалықтар. Ауыз толтырып айтатын жаңалықтар болады алда. Сырым аға, алда уақытта енді сіз ойнайтын қандай фильмдер бар? Сізді қандай фильмдерден көре аламыз? Фильмдерге, әзірге фильмге ұсыныстар болды, бірақ оған уақыт тапшы болды, ол ұсыныстардан бас тарттық. Ал театрда қазір үлкен бір жұмыс бастап жатырмыз, оны әзірге бір ашып айтпай қояйық. Тосын сый болсын, жаңалық болсын, бірақ бір ай, бір жарым айдың көлемінде біздің театрда тағы бір жаңа туынды дүниеге келді. Өте тамаша, енді Бейбарысты әңгімеге тартып отырайық. Жалпы мектепке дайынсың ба Бейбарыс? Иә. Қанша күн қалды мектепке сабаққа басталғанда? Бір апта. Бір аптадан кейін жазғы демалыспен қоштасып, қайтадан мектепке аппақ көйлек киіп, қара шалбар киіп. Жоқ, мен қуанам. Қуанасың ба? Неге қуанасың? Керісінше біз 3 ай бойы жазғы демалысы күтіп барып, әбден сабаққа барғымыз келмей жүрсек кезде, ол рас, енді мойындаймыз.
Достарын сағынып жүрген шығар. Сабағың 5 па? Жоқ енді 4-тер бар, 3-тер бар. 3-тер бар. Нұркен аға. Ол енді кететін нәрсе ғой. Ауыспалы кезең, барлығы ауыспалы кезең. Әрине. Болашақта енді өзің кім болғың келеді? Кинорежиссер. Кинорежиссер. Қандай фильмдер түсіргенді армандайсың түсіруді? Әртүрлі, неше түрлі. Енді сенің жанрыңа жақын, енді өзің бір осы бағыт бағдарда мәселен бір фантастика ма, жоқ мелодрама ма, қай жанрды ұнатасың өзің? Жоқ әлі тарихи өзіміздің бір ұлттық құндылықтарымызды насихаттайтын фильмдер ме? Бәрін айт. Бәрін жарамайсың, иә? Иә. Жақсы, алдағы уақытта армандарың орындала берсін. Таңғы уақыттарыңызды бөліп, Таңшолпанға келіп сұхбат бергендеріңізге көп-көп рахмет. Қазір енді Таңшолпаннан шыққаннан кейін немен айналысасыздар? Қазір енді жұмысқа барамыз. Жұмысқа барасыздар? Театрымызда, ары қарай жалғасады жұмысымыз. Дубляжымыз кешкі сағат 12-ге дейін. Жақсы, сәттілік болсын әрдайым. Рахмет. Және таңғы уақыттарыңыз көбінесе Таңшолпанмен бастасын деген біздіңізге тілегіміз бар. Құрметті көрермендер, бізде бүгін қонақта актер Нұркен Өтеуілов және Сырым Қашқабаев. Ал сондай-ақ бізде бүгін Нұркен ағамыздың ұлы Құбылай ханның балалық шағын дыбыстаушы жас актер Бейбарыс Өтеуілов.